Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Бүгін жүрек копилканың екі жаққа ашылатын формасын шығаратын боламыз. Бізге ең бірінші кез келген сувенир керек, тақтай керек, пластилин керек болады. Біз тақтайға мына жүрек копилкамызды клейлеп алып, жан жағын пластилинмен жабыстырып шықтық. Пластилинге мынандай шпилканың, любой заттың көмегімен, мынандай ключ деп айтады ғой, дәл осындай қылып сызып алатын боламыз. Ол деген бізге жалпы маңызды емес, бізге маңыздысы мына жүрек форманы дұрыс шығару. Пластилинімізді жабыстырып алдық. Енді сабынның көмегімен барлығын 3 рет сабындап шығатын боламыз. Міне сабынды суымыз кепті. 3 рет сабындаған болатынбыз тақтайды. Мына пластилиннің барлығын сабындап, енді герметик жағатын боламыз. Герметик менде Титанның универсальный герметигі. Прозрачный цветін алдым. Ең бірінші слойын жақсылап жаққан жақсы. Сабынды суға қолымды батырып отырып, жәймендеп жағатын боламын. Пластилин тұрған жерінен барлық жеріне герметикті жағып шығатын боламыз. Міне бірінші слойымыз бітті. Жақсылап тегістеп аламыз. Енді екінші слой герметигімізді жағатын боламыз. Жүрек копилканың бір жағына маған 2 силикон кетті. Міне маған 2 силикон кетті. Енді алақанның көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Барлық жерін тегістеп кептіріп қоямыз. Менің силикон кепті. Енді мен бір жағына пена жағатын боламын. Себебі мен екінші жағын жасауым керек. Ұстап тұру үшін мен пена жағып аламын. Пена болмаса пластилинді бер жағына қарай үйіп қойып жасауға болады. Пластилинмен де тұрғызуға болады. Жәймендеп жағып шығам. Қатты көтеріп атса, сабынды суға қолымды батырып, пенаның үстінен басамын. Полный кепті, мен сабынды сумен қолымды батырып, тегістеп алдым. Енді кепкеннен кейін пластилинді жәймендеп алып тастайтын боламыз. Енді екінші бетін жасаймыз. Пена бізге бергі бетін жасаған кезде арғарай құлап кетпеу үшін керек. Біздің пенамыз кепті, енді екінші слойын жасайтын боламын. Екінші слойын жасайдың алдында сабынды сумен сабындап алатын боламыз. Міне жақсылап қолымызды герметик жабысып қалса, сүртіп отырып, сабынды сумен бірінші слойын тағы жағып шығатын боламыз. Екінші жағына да маған 2 силикон кетеді. Дәл осылай теп-тегіс қылып жағып шығатын боламын.
Тин слойымызды жағып тегістедік, енді бір күнге кептіріп қоятын боламын. Міне біздің силиконымыз кепті, енді екінші жағына да пена құямын. Екінші жағына кардон кигізбей тұрып пенаны құйып аламыз, себебі қазір кардон кигізгенде бізге мешать ететін болады, астыңғы жағына құйылмайтын болады. Сол себептен бірінші бетін құйып алып, енді кардонды жабатын боламын. Кардонды жапқаннан кейін кептірмей жаба берсеңіздер де болады, сосын жан жағына уже толтырып пенаны құятын боламыз. Пенаны қатты толтырмаймыз, себебі пена өседі. Мен мұнда Самофикстің пенасын қолдандым, ол жақсы тез өседі. Өстіп бір күнге қалдыратын боламын. Бір күн болды, менің пенам жақсы кепті, енді астыңғы патносын алып, артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп тастайтын боламыз. Менікі екі жақ ашылатын болғандықтан маркердің көмегімен сызып аламын. Мына сызып алған жерімізді жәймендеп пышақпен айналдырып кесіп шығатын боламыз. Жәймендеп ашып алдық. Менің жоғарғы жағы кеппеген пенам бір күнге дәл осылай ашып қоятын боламын. Жәймендеп ашып аламыз. Келесі видеомда осы екі жақ ашылатын формына қалай гипс құйып капелка шығару керектігін көрсететін боламын. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.